Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Балалар, мына суреттегі дәмді, иісі қандай керемет, қара, ақ түсті нандарды сендер жеп көрдіңдер ғой, ә? Бауырсақ жеп көрдіңдер, тәтті тоқаш, бәліш. Міне, осы ұннан жасалатын тағамдар, нандар әсіресе қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Ойланып көріңдерші бір сәт. Қайдан келеді деп ойлайсыңдар нан? Әрине балалар, егер сендер толық білмейтін болсаңдар, мен сендерге нанның қайдан келетіндігі туралы қызық бір әңгіме айтып беремін. Трактор көлігіне балалар жер жыртатын құрылғыны жалғап, егістік алқабына жібереміз. Ол көктемде бидай егетін алқапты жыртатын құрылғысымен жерін жыртып, дән себуге дайындайды екен. Содан соң оның тырмалайтын бөлігімен ол жерді тырмалап, баптап, дәнін себеміз. Және шыққан бидайды комбайн көлігімен комбайншы орып шығады. Ол бидайдың барлығын орып, бидайды жинап, оны диірменге апарады. Диірменде ол бидайлардан ұн тартып шығарады. Қапшық ұндарды шығарып, оны тракторге қайтадан салып, ұнды қайда апарады деп ойлайсыңдар? Дұрыс, наубайханаға апарады. Ұнға түрлі жұмыртқа, ашытқыш, су қосып былғап, қамыр дайындап, қамырдан наубайханадағы пешке салып, түрлі нан дайындайды екен. Енді балалар, мына кестедегі суреттерге қарай отыра, нанның қайдан келетіндігі туралы әңгімелеп көрейік өзіміз, балалар. Суретке қараймыз мұқият. Тракторшы трактор көлігіне мініп, оның жер жыртатын құрылғысымен көктем мезгілінде жерді жыртады, тырмалайды. Ол жерге бидайдың дәнін сеуіп, жаз бойы баптайды, суғарады. Ол кезде бидай өсе бастайды. Егістік алқабы күз мезгілінде сап-сары алтындай болып, қауызы жарылып, бидай толысып піседі. Ол кезде комбайншы комбайн көлігіне отырып, бидайды орып шығады. Орылған бидайды қаптап, диірменге әкеледі. Диірменде балалар, диірменшілер жұмыс жасайды. Олар бидайды өңдеп, ұңғылып тартып шығарады. Ал ол диірменнен шыққан ұнды наубайханаға әкеледі. Наубайханада наубайшылар қызмет атқарады. Олар ұннан түрлі нан өнімдерін жасайды. Наубайханадан шыққан ыстық, дәмді нандарды дүкендерге таратады. Дүкендерден ата-аналарың алып, дастархан басына қояды. Сөйтіп, біз нанды жейді екенбіз. Көрдіңдер ме балалар? Біз жеп отырған нанымыз қандай еңбекпен келетінін білдіңдер ме? Міне, сондықтан да ас атасы нан деп бекер айтпаған. Осы кесте суретке қарай отыра, өздеріңге үйде әңгімелеп көріңдер. Қош сау болыңдар балалар.